Менің алдымда отырған сіз. Деген сияқты ғой, енді өмір ғой, өмір. Жарайды, жайғасыңыздар. Ау, Шерхан. Жалпы білмейме, түсінбей кеттім бар ғой. Кімді? Осындай кісілердің арқасында бізге уже халық сенбейді натуре келгенде. Таныстықты бастаймыз деді, 2 күн бойы біз оларды күтеміз, и таныстық тоқтаған дұрыс деп. Спокойно тоқтатса, адамды күресу, кішкене прогресс, процесс жоқ па сендерде ондай еш нәрсе сонда? Жоқ, негізі Диана ханым, біз кездесіп, біз танысып жүрген жоқпыз ғой. Сөз салды, көрдік, болмады, и все, болды. Күресетіндей бұл жерде ешқандай да сезім жоқ, болмады, Шерхан. Не үшін күресет дегенде ғой, Нұрдәулет? Просто енді Шерханның айтайын деп тұрғаны, мысалы 2 күнге созылған нәрсе болды да, мысалы 2 күн ішінде де, мысалы Аринаға болмаса кімге, Жандосқа үміткер келіп қалатын бет деген сияқты ой ғой. Ондай ой бар, дұрыс. Болмайтын, барлықтарымыз біліп отырдық та, ондай 100% ондай арақатынан шықпайтынша, сөйтіп отырып талқылап отырмыз да, құр босқа кетіп қалды. Жарайды, ал біз ортаға Ізбасар мырзаны шақырамыз, келіңіз. Кешегі жағдайдан кейін эфирден соң екеуіңіз бірге шығып кеткен едіңіздер. Сөйлесу болды ма арада? Бізге соны айтып беріңізші. Сөйлесу болғанда ол қызуғандылықпен өрде сөйлесу болған жоқ, тек ұрыс болды, Диана ханым. Демек, адам сияқты сөйлесе алмадыңыздар. Ондай болған жоқ. Сен бүйткенде мен бүйтпе, мен бүйткенде сен сөйтпе деген нәрсе бірден ол ешкімге өрді басылған жоқ, Диана ханым. Бірақ сол әңгімеден кейін Әсел барлық киімдерін, заттарын жинап кетіп қалды. Артынша мен де кеттім, сәлден кейін, одан кейін негізі үй жағында мен бір-екі заттарым қалып кеткен едім. Мен соны алып кетуге бардым. И барып заттарымды алып қайттым ояқтан. Тоже ұрыстық, Диана ханым, шыны керек. Ол жерде де ұрыс болды. Білмеймін, Диана ханым, шыны керек. Бірақ енді алдын ала мен кешірім сұраймын. Кеше туысқандармен де сөйлестім. Өзінің жеңгелері бар, сестренкалар бар, солармен сөйлестім. Енді бірақ олардың енді былай айтқанда маған ешқандай бір дөрекі сөйлеп айтып жатқан жоқ. Мен басы ол кісілерді бір сыйлайтын, маған түсіністікпен қарамайсыңдар біреулеріңе деген не болды? Кәдімгі енді ол ерке қыз ғой деген сияқты. Мен білем, Диана ханым, менде кінә бар. Демек, туыстары сізге ренжулі емес. Ренжулі емес, ренжиді ғой іштей, Диана ханым, ол кімді ренжімейді. Бірақ сізге хабарласқанда не айтты? Мен өзін бір жеңгесін постоянно айтып жүреді ғой. Сырласатын жеңгесі. Сырласатын, одан тағы өз бір берік Шымкентте тұратын өзінің бір жеңгесі бар. Сол кісі дәрегіме жазды. Мен оның басында кім екенде түсінбедім. Бұл кім андай деп нетіп едім. Біз алдында Шымкентке барған кезде бәріміз караокеде өлең айтқанбыз. Сол жеңгесі етін да. Негізі өте былай несі мықты ол кісінің. Мен бір сыйлайтын Разитя жақсы ол кісінің. Көп жағын түсінеді. Мен сен жағында түсініп қарайын, и Әсел жақта мен түсініп қарайын деді да. Ол ерке қыз, ол кезінде мен қолымда өскен, оны түсінесің. Бірақ анау менде кеше шыны керек, Диана ханым, қатты бір андай ашуланғаннан кеше енді ол да бір агрессия беріп, андай болып бір-бірімізді көрмейтіндей кеттік, шыны керек, Диана ханым. Сөйтіп кеткен кезде артынша мен үйге жетіп жатырмын, сторис салғанда бүйтіп кәдімгі жылап, мен адан кешірім сұраймын. Мен шыны керек жынанып кеттім, Диана ханым. Ол стористерді мен де көрдім. Скрин қылып салдым да, үйтіп жылап, менің нелерімне кешірім сұрамайды, қажет жоқ. Бірақ қазір қарасам алып тастаған екен. Мен қай кезде алып тастадым, өйткені жеңгесі звондады, Ізбасар алып тастайсашы, ол нәрсенің керек жоқ. Мен өзім сөйлесіп, бір ол тарапта мен тыңдап нетіп көрейін дегеніз, мен жеңгесінің бір ауыз сөзін тыңдадым, резко алып тастадым. Ал қазір енді кішкене ашу тарқаған соң, барлығын ақылмен сараптасаңыз, өзіңіздің кінәңізді мойындайсыз ба? Мен мойындаймын, Диана ханым. Мен кінәлімін, Диана ханым. Қандай случай болмасын, мен өзіме негізінде о бастан ешқандай қол көтеру, бүйтіп кәдімгі бір жекіп қалу деген нәрсе мен өзімде қалмаймын, Диана ханым. Білесіз, мен ашуым көп шыға бермейді, бірақ андай бір жарылып кететін кездер болады. Кейде бір бір неғып ол ондай деген сияқты болады ғой, бір әр адамда. Былай сараптап қарасам, ол қызында ренжісі бар ғой, енді көп қой, әрине былай болады, былай болады. Андай ренж қабылдадым да, бір
неғып сен үйтесің деген сияқты бір асыра сілтеп кетеді да, мүмкін жаңағы кеше бір туш жағып жіберді, бүйтіп жіберді деген енді нетіп жатыр ғой, айтып жатыр. Бірақ мен өз қателігімді мойындаймын Диана ханым. Мен ол жерде бір тұрып кетсем де болар еді деп айтыпшы. Сол арақта неғып жақтың деп сондай бір сілкіп қалғаным бар, шыны керек. Оның артынан мен өзім мойындаймын Диана ханым. Өйткені кешеден бері негативке толып кеттім. Оның бірі менің алдым